Қайырлы күн, Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары. Бүгін өзекті тақырып, қазір вспышка болып жатқан, елдердің арасында көп кездесіп жатқан, балалар көп ауырып жатқан ауру туралы айтамыз. Оның қандай асқынуы бар, қалай алдын алуға болады, бірінші белгілері қандай. Енді бұл қандай тақырып десеңіздер, балаларда қызылша, яғни көр. Қазіргі уақытта көр кең тарап жатыр. Өйткені бұл жоғары контагиозды, баладан балаға жұғу ықтималдығы жоғары инфекция болғандықтан бұл тез таралады. Баладан балаға тез беріледі. Ең бірінші кезекте қызылша деген бұл бізде вирус. Вирус ауа арқылы, вентиляционный шахта арқылы бөлме ішіндегі адамдарда толық зақымдауға толыққанды қауқары бар. Яғни бір бала 18 баланы ауырта алады. Енді өзіңіз ойлаңызшы, бір бала 18 баланы. Статистикаға сүйенсек, көрді бізде 30-40%-ға дейін летальный исход болуы мүмкін. Мысалы, 10 бала ауырса, оның 3-інде, 4-інде Құдай сақтасын летальный исход болуы мүмкін. Немесе оның асқынулары, көрден кейінгі пневмония, көрден кейінгі отиттер, құлақ естуінің төмендеуі, көздің көруінің төмендеуі, немесе панэнцефалиттер, склерозирующий панэнцефалиттер. Именно осы панэнцефалит бізде уақыт өте алдағы уақытта дамуы мүмкін. Ол нәрсе өз кезегінде балаға ауырған уақытта немесе жазылғаннан кейін сразу білінбейді, алдағы уақытта асқыну ретінде білініп қалуы мүмкін. Сол үшін бұл инфекциядан қорғаныңыздар. Қорғанудың бірден бір жолы ол вакцина алу. Яғни балаға екпе жасау арқылы оны вирустан қорғау. Енді көрді біз қалай жұқтырамыз? Көбінесе қоғамдық орындарда, көпшілік орындарда, процедурный кабинеттерде, немесе стационарлардың өзінің ішінде вспышка болуы мүмкін. Себебі маскировочный инфекция басталғанда кәдімгі тұмау сияқты басталады. Баланың тамағы қызарады, аздап жөтеледі, температура болады. 2-3 күнге дейін оны ешкім нақты көр екенін айқындап айта алмайды. Себебі 3 күні ғана ауызда филатов комплект дақтары пайда болады. Осы уақытта ғана біз оның нақты көр екеніне көз жеткіземіз. Алдын ала ауырып бастаған күні тапсыратын ешқандай анализі жоқ. Оны анықтайтын нақты диагностикалық шаралары жоқ. Тіпті спецификалық арнайы сол вирусқа әсер ететін емі де жоқ бұның. Ал енді ем қалай жүргізіледі деген сізде сұрақ болатын болса, бұл жерде симптоматический температура көтерілсе температураны түсіреміз. Балада денесінде зуд болып жатса қышығанды басамыз. Жөтел болса жөтелді емдейміз. Егер өкпеде асқыну болатын болса өкпені емдейміз деген сияқты қандай проблема бар, соны шешу арқылы этаптардың барлығының өтіп біткенін күту. Енді қалай басталады? Бірінші 3 күн температура, одан кейін ауыз ойыла бастайды, ауызда филатов комплект дақтары пайда болады. Одан кейін осы ауызда филатов комплект пайда болғаннан кейін ғана бір немесе 2 тәуліктен кейін бөртпе шығады. Ең бірінші бетке, құлақтың артына шығады, одан кейін ертесіне уже кеудеге, ішке жайылады, аяққа, табанға дейін түседі. Және кеткенде де дәл солай жоғарыдан төмен қарай кетеді. Бірден бір ерекшелігі баланың көзінде тоже конъюнктивит болады және қатты жөтел болады. Осы нәрселерді ескеріңіздер. Енді көр кезде біз не жасауымыз керек? Бірінші кезекте мен сіздерге ұсынатын көпшілік орынға шықпаңыздар, адам көп шоғырланған жерлерге бармаңыздар, процедурный кабинеттерге немесе басқа да балалар бар жерге мүмкіндігінше балаңызды апармаңыз. Себебі сіздің балаңыз ауырып тұрып, басқа балаларды да ауыртуы мүмкін. Пока біз осы процесті тоқтатпай, көрден құтылуымыз сәл қиын болады. Ал оның арқасында қанша асқынулар, қаншама баланың өмірі, қаншама баланың тағдыры жатыр. Сол үшін жауапкершілікті бірінші өзіңізден алыңыз. Екінші нәрсе, это противовирусный терапия дейміз. Біз көбінесе балаға енді вирусқа қарсы дәрі-дәрмектер доказанный базасы жоқ болса да біз тағайындаймыз. Неге? Өйткені олардың құрамында определенный баланың иммунный клеткасын жоғарылататын эффект болады. Сол үшін төтеп беру үшін біз оларды міндетті түрде қосамыз. Балада дезинтоксикация, көп мөлшерде су беру, ағзаны өзінің салмағына сай сумен қамтамасыз ету, бұл бірінші кезекте біз еске алатын және бірінші кезекте жасайтын әрекеттердің бірі. Егер балада әлсіреу қатты болса, интоксикация қатты болса, яғни организм өз вирусына өзі уланып жатса, бұл кезде қосымша капельницалар қосуға болады. Егер балада хрип болатын болса, өкпеде пневмонияның белгілері болса, одышка болса, міндетті түрде бізде именно антибактериалды терапия, яғни антибиотиктер іске қосылады. Енді бірінші кезекте сіз мысалға мынандай ситуацияны елестетейікші. Сіздің балаңыз 4 айлық, 5 айлық әлі прививка алатын уақытқа көрдің келген жоқ, бірақ айналаның бәрі көр,
біз қалай қорғанамыз? Бірінші кезек баланың мұрын қуысын, ауыз қуысын көбірек жуып шаюымыз керек, көпшілік орынға апармауымыз керек, иммунитетін нығайтуымыз керек. Және омыраудағы бала болатын болса, жиі емізуге әрекет жасаңыз. Бұл өз кезегінде определенно сақтайды. Енді менде ситуация мынандай ситуациялар болады. Бір бала приемға келіп қалады, температура дейді, жөтел дейді келеді. Ал ол балада қызылша, ата-анасына түсіндіріп айтамыз, сізде катаральный период, уже высыпание шығады, аузында осындай болып жатыр. Айтсаң, үйдегі балаларды қалай қорғаймын деген сияқты сұрақ қояды да. Егер сіздің балаңыз ауырып бастаған болса, үйіңіздегі балаларды уже қорғау кеш деп айтатын емен. Себебі олар сол 48-72 сағаттың ішінде контактный лицо болып қойды. Жасырын кезеңі, инкубационный период бізде 21 күнге дейін. Яғни сіздің ауырған балаңызбен контакт болған бала алдағы 21 күнде температура беріп, қызылшаның белгілері басталып кетуі мүмкін. Мүмкін ол 10-ші күні, мүмкін 14-ші күні, мүмкін 21-ші күні. Оны ешкім білмейді. Ол баланың иммундық жауабына, иммундық клеткасына байланысты. Бұл видеомен мен сіздерге не жеткізгім келеді? Бірінші кезекте біз көрдің нақты емін емес, одан сақтану жолын іздеуіміз керек. Сол себепті вакцина алыңыздар, прививкасын салғызыңыздар, балаларыңызды күтіңіздер, көпшілік орынға, именно қоғамдық орындарға, балалардың ойнайтын площадкаларына, именно игровой зоналарға мүмкіндігінше қазірше балаларды апармай тұрыңыздар. Бұл определенный процентный соотношениеде сіздің балаңызды қорғайтын болады. Сол үшін пайдалы ақпарат болса, лайк басыңыз. Қорға байланысты сұрақтарыңызды комментарийге қалдырыңыздар. Мен жауап беруге тырысамын. Болмаса мен описанияда төменде бәр жерде номер қалдырдым. Сол номерге хабарласыңыздар. Шымкент қаласы, Нұрсат 126 Абылмет клиникасы. Мен сіздерге қызмет көрсетуге, консультация беруге әрқашан дайынмын. Маған WhatsApp-қа шықсаңыздар да болады. Басқа қаладан болсаңыз, мүмкіндігінше қашықтықтан удаленно, яғни онлайн түрде сіздерге өз кеңесімді беретін боламын. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі пайдалы ақпараттарды сіздер үшін шығарып отырамыз. Арнаны қолдауды ұмытып кетпеңіз.